салынса деген. Жол мәселесі басталады биыл. 6 көше толығымен осы асфальтпен төселеді. Жол жұмыстарының сапасы болу керек. Сіздер оны да қолға алып алыңыздар. Общественный транспорт. 21 начал ходить буквально, да, с этого года? Жаңа автобус келет, 100 шақты автобус. Содан кейін тағы да ана жаңадан қарастырады, жаңа маршруттарды. Тағы да бір сұрақ бар еді анау. Осы су. Былтыр өткізбеді, сол су қосса. Біздің міндетіміз суды тек қана ауылға жеткізу емес, суды әр үйге жеткізу. 1 шілдеге дейін әр үйде су келу керек, үйге келу керек. Бір сұрағым менде мына жолдағы өтпе мал жүретін. Суасы қалай болар екен? Республикалық жолды салып жатқанда, ол жерде 2 скотопрогонға жобаға өзгерістер енгізіліп жатыр. Жер ашылды. Енді 11 сәуірден бастап біз қалалық осы тазалық айлығымызды жариялаймыз. Сондықтан барлығын, бірақ бір адамның қолынан келмейді, сондықтан барлығын жабылу керек соған. Соған шақырамыз. Міне суды өткізді. Әлі көтеріп кетті анжақ. Біздің үйлер судың астында қалды. Здесь просто местами там просило после земляных работ. Мы сейчас с подрядчиком проговорили. Водоотведение. Да, вот земля как раз, там в первую очередь мы рельеф подровняем, и где низкие места мы туда водоотведение сделаем. Байдалы, долгай ауылдарда жол жоқ мәселелер, шешілмеген мәселелерді шешу керек. Бұл қаражат негізі ауыл ел бесігі дейтін мемлекеттік бағдарлама бар. Сон осы бағдарламаның шеңберінде бөлінетін қаражат. Сондықтан соңғы 3 жылдың ішінде 70 ауыл осы жаңа стандарттарға сай болып қалпына келтіріп отыр. Біз сіздерден сұрайтынымыз, бізге керегі, ауылға керегі жол, жарық, су. Осы үш проблеманы бізге өткізіп берсеңіздер жақсы болар еді. Ауылда жақсы болса да, қалада да, мемлекетімізде жақсы болады. Сондықтан бір тұтас қоғам болайық, бірге болайық. Сіздердің сұрақтарыңызды жұмысқа аламыз.